Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл ресторандағыдай болып шығатын өте дәмді мясо по-тайски тағамын дайындаймыз. Жасалуы өте қарапайым, тез дайындалатын тағамның бірі. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тағамды дайындау үшін бірінші бізге 400 грамм ет керек болады. Мен бұл жерде сиырдың етін қолдандым. Кез келген қойдың және жылқының етімен де жасауға болады. Етімізді өте жұқа қылып тураймыз. Себебі мясо по-тайски тағамы өте тез дайындалатын болғандықтан етіміз тез пісуі керек. Етімізді міндетті түрде жуып аламыз. Тавамызды алып 130 грамм сұйық майымызды құямыз. Майымызды қыздырып, туралған етімізді саламыз. Салып қуырамыз. Еттің де суы шығады. Сол суы тартылғанша қуырамыз. Етіміз қуырылып дайын болғанша көкөністеріміздің барлығын жуып, тазалап, ашып қоямыз. Биязымызды тураймыз. Мен де бияздарым кішкентай болғандықтан мен осылай бөліктерге бөлемін. 6 бөліктерге немесе 4 бөлікке де бөлуге болады. Биязымызды ірі қылып тураймыз. Сол кезде әдемі болады. Келесі қызыл бұрыш, сары бұрыштарымызды, тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Әдемілікке болу үшін сары, қызыл бұрыштарды таңдауға болады. Тамағымыз әдемі болады сол кезде. Осылай ірі қылып турап аламыз. Келесі қиярымызды алып тураймыз. Оны да біз ірі қылып тураймыз. Қияр салмай-ақ қоюға да болады, ұнатпасаңыз. Бірақ салғанда әдемі болып, дәмді болып шығады. Сарымсақтарымызды дайындап, осылай оны да уақтап тураймыз. Турап, тамағымызға керемет дәм беру үшін сарымсақтарымызды саламыз. Етіміздің суы тартылып, міне дайын болды. Осыған туралған биязымызды салып, араластырамыз. Әбден араластырып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Мен 1 шай қасық тұз салдым. Дәміне қарай өзіңіз салуға болады. Қатты ащы болып кетпесін. Араластырып жібереміз. Содан кейін қара бұрышымызды саламыз. Қара бұрышты дәміне қарай салыңыз. Осылай салғаннан кейін бәрін араластырып, қуырып алып, орта кәсе су құйып, 20 минут баяу отта қақпағын жауып пісіреміз. Ет тез піседі, себебі жұқа болады етіміз. Міне дайын. Келесі қиярымызды салып, оны да қуырамыз. 1-2 минут араластыра отырып қуырып аламыз. Лавр жапырағын салып, тағы да араластырып жібереміз. Келесі қызыл бұрыш, сары бұрыштарымызды салып, сарымсағымызды салып араластырамыз. Қызыл бұрышты соңынан салу керек, себебі қатты пісіп кетеді. Араластырғаннан кейін соя соусымызды құямыз. 4-5 ас қасық соя соусымызды құйып араластырамыз. Мен 5 ас қасық соя соусын құйдым. Осылай араластырғаннан кейін баяу отта қақпағымызды жауып 15 минут пісіреміз. Келесі күрішімізді дайындаймыз. Мен гарнирге күріш пісірдім. Осылай тап-таза қылып крахмалын кетіріп күрішімізді жуып аламыз.
3 ас қасық сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып кішкене. Үстіне жуылған, таптаза жуылған күрішімізді саламыз. Күрішімізді әбден араластырып қуырамыз осылай. Сол кезде күріштеріміз бір-біріне жауыспайды. Майға қуырып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Мен кесе жарым күрішке 2 кесе, сол өлшеген кесемізбен 2 кесе қайнаған ыстық су құйдым. 1 шай қасық тұзымызды салдым. Суымыз міндетті түрде қайнаған болу керек. Су бұрқылдап қайнағаннан кейін күрішіміздің қақпағын жауып, отымызды жай азғантайға қойып, 25 минуттай пісіреміз. Сол кезде күріштер бір-біріне жауыспай, әдемі дәмді болып піседі. Міне бұрқырап тұрғаннан кейін қақпағын жабамыз. Міне дайын болды. Енді кесемізді сулап алып, күрішті ішіне салып, осындай дөңгелек қылып жасаймыз. Міндетті түрде кесемізді сулауды ұмытпайық. Сол кезде күріш кесеге жабыспайды қатты. Тез түсетін болады. Гарнирге күріш немесе басқа да тағамдар жасауға болады гарнирге. Күріштің жан-жағына осылай мясо по-тайски тағамымызды саламыз. Әдемілеп орналастырамыз. Құрғақ болмас үшін сорпасынан да құйып жібереміз кішкене. Содан кейін әдемі болу үшін күнжітімізді себеміз. Күнжіт әдемілікті береді. Міне, мясо по-тайски тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіз, өте дәмді. Видео ұнаса соңына дейін қарап, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге ас болсын. Жасап көріңіз, өте оңай.